Сөз кезегі Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіндегі Аманат партиясы фракциясы жетекшінің орынбасары Ерлан Бияхметұлы Сайыровқа беріледі. Қадірменді әріптестер, президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы наурызда билік басына келген күні Қазақстанда демократияландыруды тереңдету қажет деп мәлімдеді. Мемлекетімізде плюрализмді дамытып, әр алуан ой пікір мызғымас мемлекет концепциясын ұсынды. Мемлекет басшысы осы саяси ұстанымын әлі күнге дейін дәйекті түрде іс жүзіне асырып келеді. Еліміздегі саяси жүйені жетілдірудің салмақты салиқалы, эволюциялық жолы батыл түрде іс жүзіне асып жатыр. Ұсынылған конституция жобасы жаңарған Қазақстанның қарышты дамуға бағытталған жаңа бет әлпеті. Бұл құжатта биліктің халық алдындағы жауапкершілігі принципі айқын көрсетілген. Тұрақтылық жоқ жерде саяси даму да болмайды. Бұл конституция жобасында экономикалық қарышты дами отырып, мемлекеттің саяси тұрақтылығын қамтамасыз етудің тетіктері қарастырылған. Бүгін әлем турбуленттілік кезеңіне енді. Халықаралық құқық коррозияға ұшырап жатыр. Жаңа конституция тұрақсыз заманда Қазақстанның саяси тұрақтылығын қамтамасыз ететін құжат. Бұл құжатта тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихында бірінші рет біздің мемлекеттің мыңдаған жыл дүниені дүр сілкіндірген пассионарлық тарихы бар ұлы даланың мирасқоры екендігін тайға таңба басқандай айқындады. Америка Құрама Штаттарының конституциясының авторларының бірі Томас Джефферсон конституция бүгінгі тірі ұрпақтарға қызмет етуі тиіс деп атап өткен. Жаңа конституция жобасы бүгінгі ұрпақтың саяси мүддесі тұрғысынан жазылған. Сондықтан Аманат партиясының қатардағы мүшесі ретінде, Қазақстандағы беделді, ауқымды саяси күш ретінде Аманат партиясы мүшелері жаңа конституция жобасын толыққанды қолдайтындығын мәлімдейміз. Барлығымыз қоғам, ел, азаматтар алдында түсіндіру, насихат жұмыстарын жүргізуге аянбай еңбек етеміз. Жаңа конституцияны Қазақстанның барша халқы бірауыздан қолдайтынына кәміл сенімдімін. Құрметті иық тірескен үзеңгілестер, іске сәт, нар тәуекел, Қазақстан алға! Рахмет Ерлан Бияхметұлы.